Маусымның 14-нен 15-не қараған түні кезекті Еуропа чемпионаты басталады. Бұл жолы құрлық біріншілігін Германия қабылдап жатыр. Еуропадағы 24 құрама бір ай бойы кім үздік екенін өзара анықтайды. Бірақ неміс жеріне жұлдыздардың бәрі бірдей келді деп айта алмаймыз. Кейбіреуі жарақатына байланысты тыс қалса, енді бірі құрамасы жолдама ала алмаған үшін теледидардан көруге мәжбүр. Арасында бапкердің сенімнен шыға алмағандары да бар. Осы ретте біз бүгін 17-ші Еуропа чемпионатына қатысатын ең егде жұлдыздарға шолу жасамақпыз. Бәлкім олар үшін бұл біріншілік карьерасындағы соңғы халықаралық жарыс болуы мүмкін. Алдымен арнамызға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мануэль Нойер 38 жаста. Өздеріңіз жақсы танитын қақпашы. Сонау 2010 жылдан бері негізгі құраммен әлі ешкім ысыралар емес. Биыл ол 38 жасқа толды. Негізі мықты бәсекелестері бар. Мысалы, Испанияның Барселона клубының вице-капитаны Марк Андре Тер Штеген. Нойер үшін Еуро 2024 халықаралық дәрежедегі 8-ші ірі жарысы. Ол осыған дейін құрамада 117 матч өткізген. Бавария қақпашысын 23-24 жылғы маусым карьерасындағы сәтсіз кезең болды. Сейв жасау жағынан әрине. Нойерден басқа Еуро 2024-ке Германия құрамасы сапынан 34 жастағы Тони Кросс пен биыл 35 жасын атап өтетін Томас Мюллер қатысады. Бұл үшеуі 2014 жылғы әлем чемпионатында бірге ойнағандар. Лука Модрич 38 жаста. Бір тоға қарапайым, берген бастары түзу келетін. Алаңда доп жоғалта қоймайтын Модрич үшін де бұл соңғы Еуропа чемпионаты болуы әбден ықтимал. Криштиану Роналдудың құрдасының жасы 38-де. Негізі биыл 39-ға толады. Ол Хорватия құрамасымен осымен 9-шы ірі халықаралық жарысына қатысады. Соған қарамастан оның Хорватия үшін маңызы зор ойыншы. Лука 2023-24 жылғы маусымда Реал сапында 46 ойын өткізді. Испания чемпионаты мен Чемпиондар лигасында топ жарды. Енді Еуропада топ жаруды көздейді. Әлемдік мундиалда бір күміс пен бір қолаға қол жеткізген Модрич және оның командаластарының осы кәрі құрлық біріншілігінде жолы болмай жүр. Сол олқылықтың орнын толтыруды көздейді. Хорватия бапкері Златко Далич те Лукаға қатты сенім артып отыр. Алаңдағы оң қолы екенін айтқан. Модричтің ойынына және оның шеберлігіне көп нәрсе байланысты дейді. 41 жастағы португалиялық Пепе. Қартаймайтын Пепе де биылғы Еуроға қатысатын ең егде футболшылардың тізімінде. Енді жас ойыншылармен тайталасып, Германия жерінде ұлттық құрамасын сүйреп бағуға тырыспақ. Ұлттық құрамадағы алғашқы матчын 2007 жылы өткізген қорғаушы бүгінге дейін 136 ойында алаңға шыққан. Порту клубында өнер көрсететін қорғаушы биылғы маусымды өте сәтті өткізді деп айтуға болады. 34 матчта алаңға шыққан Пепе 3 гол соғып, 2 нәтижелі пас берген. Сондай-ақ басқа да көрсеткіштер бойынша үздік нәтижеге ие. Жасының егделігіне қарамастан қорғаныстың орталығында ол Рубен Диаш, Гонсало Инасио және Антонио Силва секілді жас таланттарға лайықты бәсекелестік жасап жүр. Кейінгі жылдары Пепе бірнеше рекордтың мұртын бұзды. Мәселен, ол жасыл алаңдағы және Чемпиондар лигасында гол соққан ең егде футболшы атанды. Ол мұнымен тоқтап қалмайтын да сияқты. Өйткені Пепе, егер Германиядағы қарт құрлық біріншілігінде алаңға шығатын болса, 40 жас 16 күнінде 2016 жылғы Еурода ойнаған мажарстандық Габора Кираяның рекордын жаңартпақ. Криштиану Роналду 39 жастағы португалиялық футболшы биыл кейінгі 20 жылдағы өзінің 6-шы Еуропа чемпионатына қатысады. Бұл оның соңғы біріншілігі болуы да әбден мүмкін. Роналдудың Еуроға өкпесі жоқ деп ойлаймыз, өйткені ол соңғы 5 чемпионаттың үшеуінде жүлдеге ілікті. 2004 жылы күміс, 2012 жылы қола және 2016 жылы бас жүлдеге қол жеткізді. Яғни Еуроның барлық жүлдесі бар. Десе де биыл өзінің соңғы чемпионатын жеңімпаз ретінде аяқтағысы келеді. Бәлкім екі ардагер Пепе мен Роналду қосылып, соңғы тұяқ серпуінде Португалияны Еуропа чемпионы етіп кетеді. Оливье Жиру 37 жаста. Жоғарыдағы футболшылармен салыстырғанда Жирудың аса бір қартайып, шау тартып тұрғаны шамалы.
Бірақ Азар секілді талантты футболшылар 30-дан асқан шағында футболмен қоштасып жатқанда, Жирудың 37 жасқа дейін жүріп, Миланның да, Франция ұлттық құрамасының да негізгі шабуышысының бірі болуы үлкен ерлік. Жиру негізі жүлдеге тойған футболшы. 2016 жылы Еуропа чемпионатының, 2022 жылы әлем чемпионатының күміс жүлдегері, 2018 жылы әлем чемпионы атанды. Сондай-ақ чемпиондар лигасында топ жарды. Соған қарамастан Жиру құрамасы үшін барын салып, жасыл алаңда жанын беріп ойнайды. Сонысымен де ол Дидье Дешамның ерекше құрметіне ие. Енді шабуылшыға жетпей тұрғаны қарт құрлықтың алтын жүлдесі. Йосип Иличич 36 жастағы словениялық футболшы. Италия чемпионатында танымал болған ойыншылардың бірі Иличич еді. Ол Жан-Пьеро Гасперини жаттықтыратын Аталантаның көшбасшыларының бірі болды. Бірақ кейін психологиялық проблемаға тап болып, депрессияға ұшырады. Соңғы рет Иличич ұлттық құрамада 2021 жылы ойнаған еді. Футболдан кетуге де жақын болды. Қазақстанмен екі кездесуде де Йосипті көрген жоқпыз. Дегенмен 2023-24 жылғы маусымда карьерасы қайта жанданды. Ол Марибор сапында 36 матчта 9 гол соғып, 12 нәтижелі пас шығарды. Сөйтіп, ұлттық құрамаға оралды. Енді міне Еуроға баратын құрамның қатарында. Каспер Шмейхель 37 жастағы даниялық футболшы. Қазақта әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер деген қанатты сөз бар. Осы бір тағылымды сөздің ақиқаттығына өмірде сан мәрте көз жеткіздік. Әкесінің жолын қуып, әкеден боза туған балалардың да қатары көп. Соның бір ретінде әйгілі қақпашы Петер Шмейхелдің ұлы Каспер Шмейхельді ерекше атап өтуге болады. Кіші Шмейхелдің аты әлемге 2016 жылы танылды. Ол сол жылы АПЛ-да Лестермен бірге чемпион атандып, барша жұртты таң қалдырды. 37 жастағы қақпашы биыл 5-ші Еуропа чемпионатына қатыспақ. Ұлттық құрама сапында да, командада да тәуір өнер көрсетіп жүр. Осыдан 4 жыл бұрынғы Еурода Каспер Даниямен бірге қарт құрлықтың қола жүлдесін жеңіп алды. Енді биыл өзінің соңғы біріншілігінде сол қоланы алтынға айырбастауға тырысып көреді. Ян Вертонген 37 жастағы бельгиялық футболшы. Ян Бельгияның алтын дәуірінде доп тепкен және қазір құрамада қалған соңғы футболшылардың бірі. Ұлттық құрамада 154 матч өткізген қорғаушының бар жетістігі 2018 жылы әлем чемпионатының қола жүлдесі. Өкінішке қарай Азар, Куртуа бастаған жігіттерге әлем біріншілігінің де Еуропа чемпионатының да алтыны бұйырмады. Ол карьерасындағы ең үздік кезеңін Тоттенхэм сапында өткізді. АПЛ-да бір рет күміс, бір рет қола жүлдегер атанды. Чемпиондар лигасының финалында өнер көрсетті. Кейіннен Бенфикаға ауысты. Ал қазір құрдасы Шмейхельмен бірге Андерлехт сапында доп тебеді. Доминика Тедеско биылғы құрамаға 37 жастағы ардагер Ян Вертонгеннен бөлек 35 жастағы Аксель Вицельді шақырып отыр. Құрметті көрермен, Еуропа чемпионаты Германия-Шотландия матчымен басталады. Ал ойынның басталу уақыты 14 маусымнан 15 маусымға қараған түні сағат 12-де. Видеомыз ұнаса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, ал жеңімпаздың кім болатынын бірге қарайтын боламыз.